Әуежайдағы биометриялық сәйкестендіру, әуе айлағын жаңғырту неге әсер етеді? Толығырақ цифрлық Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Осы терминалдың арқасында шекаралық бақылаудан өту уақыты бірнеше есе қысқаруы мүмкін. Аталмыш құрылғы арнайы жүйенің көмегімен жолаушының әуежай немесе компания қызметкерлерінің қатысуынсыз барлық рәсімді өз бетінше өтуге мүмкіндік береді. Бұның функциясы ең бірінші биометриялық тіркеу. Яғни бірінші қадамда адам келіп, өзінің құжатын салып, сканерден өткізіп, ақпарат осы жерде жүйеге енгізіледі. Және де одан кейін адамның биометрия дегеніміз, яғни саусақ іздерін енгізу керек. Үш рет, е? Иә. Бір. Енді екінші рет. Әрине программа көрсетеді. Қай кезде толықтай ақпарат енгізілген болса, жасыл түсі болады, міне сәтті аяқталған. Осы кезде ары қарай енді QGate-ке өтіп, жылдам шекарадан өтуге болады. Бет әлпетті танудың биометриялық технологиялары жолаушылар ұсынған құжаттарды жылдам әрі тиімді тексереді. Егер адам жеке басын сәйкестендірсе, турникет 30 секунд ішінде ашылады. Электрондық қақпалар Еуропа елдерінде, Жапония, Біріккен Араб Әмірліктері және Түркияда 2000 жылдары қолданыла бастады. Ал Қазақстанда мұндай терминалдардың қажеттілігі туралы 2019 жылы айтыла бастады. Әзірлеушілердің айтуынша, оны әлі толық пайдалану мүмкін емес. Өйткені азаматтарды геномдық тіркеу туралы заңның енгізілуі 2023 жылға дейін кейінге қалдырылды. Проездные документы должны содержать не менее... Жол жүру құжаттарында сәйкестендіру деректерінің кемінде 2 түрі болуы тиіс. Бүгінде Қазақстан чиптердегі түрлі түсті фотосурет және саусақ іздерін бақылау деңгейіне шықты. Сондай-ақ қазіргі уақытта азаматтарды биометриялық геномдық тіркеу туралы заңды іске қосу жоспарда бар екенін атап өткім келеді. Осы заңға сәйкес биометриялық геномдық ақпаратқа қатысты жеке деректерді жинау, өңдеу, сақтау жүзеге асырылады. Бұл не үшін дейсіз бе? Ең алдымен адамды сәйкестендіру үшін жасалады. Жеке куәлікке қосымша биометриялық параметр саусақ іздерін енгізу адамның құқығы мен жеке деректерін қорғауға бағытталған. Сондай-ақ бұл құжаттарды қолдан жасау жағдайларын болдырмайды. Қазақстандықтар дактилоскопиялық тіркеуден паспорт немесе 16 жасында жеке куәлік алған кезде, сондай-ақ құжаттарды ауыстырған немесе жоғалтып алған жағдайда ғана өтеді. В жизни у каждого из нас могут быть разные случаи. Әр адамның өмірінде түрлі жағдай орын алуы мүмкін. Сонымен қатар, егер біз мемлекеттік шекараны кесіп өтуді бақылау аясында шығу немесе кіру призмасы арқылы қарастыратын болсақ, онда бұл заң біздің елге кіретін шетелдіктерді бақылауға көмектеседі. Немесе үнемі осында тұратындарды есепке алу және сәйкестендіру үшін. Геномдық тіркеу туралы заң күшіне енгеннен кейін шекаралық бақылаудан өту кезінде қазақстандықтар камераға қарап қана қоймай, саусағын сканерден өткізу керек болады. Биометриялық терминал бұған дайын дейді әзірлеушілер. Важно понимать, что как приоритет мы... Ең маңыздысы аталмыш жабдықтың көп бөлігі қазақстандық өнім. Оны әзірлеу үшін бірнеше жас жұмылдырылды. Өндірісті Қазақстанда жүзеге асыру бірінші кезекте бағаға айтарлықтай әсер етті. Біз құрылғыны осында әзірлей отырып, өзіндік құнның төмендігін қамтамасыз еттік. Сонымен қатар, жобалау кезеңінде республика заңнамасының қажетті талаптарына сәйкес киоскілерді де тұтыну мүмкіндігі туды. Әзірлеушілердің айтуынша, бұл технологияны басқа салаларда да қолдануға болады. Соның қатарында өнеркәсіптік объектілер мен мемлекеттік ұйымдар бар. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.